12 жасқа толған балаларға арналған. Таңғы уақыты болсын ардақты ағайын, қайырлы таң қымбатты көрермен. Тіршілік қамына кіріспес бұрын пайдалы әдеттерді жасауды ұмытпаңыздар, себебі ол күні бойы жұмсайтын энергияңызды толтырады. Қыстан аман есен шықтық деп жүргенде жаз да зырғы өтіп жатыр, сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды деп бүгін 4 тамызға да келіп жетіппіз. Бүгінгі күннің ерекшеліктеріне аздан соң тоқталамын, әуелі әуезді ән тыңдап, денемізді ширатып, ұйқымызды ашайық. Қайырлы таң қымбатты көрермен, эфирде сәлем Маңғыстау таңғы хабары. Ұлтымыздың рухани биіктігін танытқан ойшыл жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы бізге несімен қымбат, неліктен біз оған жиі орала береміз. Ымырт, Сергелден, Күйреу атты 3 кітапқа терең үңілсеңіз, жазушының суреткерлік құпиясы мен өзіндік ерекшелігі ашыла түседі. Бұл трилогия ел, халық туралы әлеуметтік психологиялық типтік шығарма. Бұлайша айтқанда кейіпкерлердің ішкі монологынан тұратын, ұлттық мінезді көрсететін замана эпосы. «Қан мен терде» кейіпкерлердің ішкі күйзеліске түсуі, жан азабы, Сергелдеңі, Күйреуі кім-кімді де ойландырады. Шығармада кейіпкердің көңіл күйіне орай трагедиялық ахуал мен ащы шындықты, ауыр мұңды Әбдіжәміл Нұрпейісов арқылы санда көрсетіп, оқырманға оңтайлы жеткізіп берген. Академик Зейнолла Қабдолов «Қан мен тер» трилогиясында табиғат қаһарманның ішкі дүниесімен астасып, сезіммен тұтасып, оймен өрілгенде оқырманның қиялы да ұшып, қия есіп кетеді. Қаһарман, автор, оқырман үшеуі бір тұтас психологиялық үндестікке көшеді деп трилогиядағы кейіпкерлердің ішкі әлеміндегі тартысқа, психологиялық ерекшеліктеріне баға береді. Бұл туындыны әрбір жанға оқуға кеңес беремін. Сондай-ақ «Қан мен тер» шығармасын Михаил Шолоховтың «Тынық дон» шығармасына да ұқсатып жатады. Ең бастысы өзіңіз оқып бағасын беру. Қайырлы таң, құрметті Маңғыстау телеарнасының көрермендері. Бүгін сіздермен мен, сіздің йога тренер Медина. Бүгін сізге көрсететін жаттығуларым төсектен тұрмай-ақ жасай беруге болады. Ал ендеше маған қосылыңыздар. Ең алдымен сол қолымызды жерге қойып, оң қолымызбен үстіне қарай созыламыз. Терең дем аламыз. Дәл сондайды екінші жағымызға қайталаймыз. Оң қолымызды жерге қойып, сол қолымызбен созыламыз. Екінші жаттығуымыз. Қолымызды тіземізге қойып, екінші қолымызды ең артымызға қойып, бұрыламыз. Екінші жағымызға дәл сондай қылып қайталаймыз. Дем алысымен ортаға қайта келеміз. Енді омыртқамыздың арасын ашу үшін, белімізді босату үшін жаттығуымыз осындай. Дем алыспен кеудемізді ашып, иықтарымызды артқа тартып, дем шығарумен иықтарымызды алға тартып, жауырынымызды арасын ашамыз. Дәл солай 10 рет қайталаймыз. Алда дем аламыз, артта демімізді шығарамыз. Ендігі жаттығуымыздың жалғасы аяғымыздан басталады. Оң аяғымызды өзімізге тартып, сол аяғымыздың тіземіздің астынан қолымызды қосып, аяғымызды өзімізге тартамыз. Аяқ ұшын созып, аспанға көтергенде, аяғымыздың ұшын өзімізге қарай тартамыз. Дәл осылай 5 рет қайталаймыз. Осы жерден аяғымызды түсіріп, қолымызды қысып,
табанымыздың астына қоямыз. Аяғымызды көтереміз. Осы жерден жеңіл болса, тіземізді тікейтеміз. Аяғымызды міндетті түрде өзімізге қарай тартамыз. Арқамызды тіке ұстаймыз. Иегімізді кеудемізге қарай тартамыз. Дем алуға ұмытпаңыздар. Осы жерден сол қолымызбен бармағымызды ұстаймыз. Және де аяғымызды қапталға ашамыз. Арқаңызды тіке ұстауға ұмытпаңыздар. Дәл сол жаттығудың жалғасы екінші аяққа қайталаймыз. Тіземізді бүгіп, кеудемізге аяғымызды тартамыз. Осы жерден табанымыздың аяғымыздың ұшын созамыз. Аяғымызды аспанға келтіргенде бармақтарымызды өзімізге тартамыз. Екінші аяғымызға да 5 рет қайталаймыз. Осы жерден қолымызды ұстап, табанымызға қойып, аяғымызды көтеріп, жеңіл болып жатырса, аяғымызды тізертіп, тіземізді ашып, аяғымызды өзімізге қарай тартамыз. Дәл осы жерден бармағымызды ұстап, аяғымызды қапталға ашамыз. Осымен көрермен, бүгінгі жаттығуларымыз бітті. Сіздермен бүгін болғанмен, сіздің йога тренер Медина. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Арайлап атқан таныш уағы шаттыққа білесін қымбатты көрермен, бүгін 4 тамыз Лондонда ең алғашқы цирк өнерінің пайда болған күні. Цирк латын тілінен аударғанда циркус, яғни дәлме-дәл шеңбер деген мағынаны білдіреді, сахналық өнердің бір түрі. Цирк өнері асқан ептілік пен күштілікке негізделген пантомимикалық ойын-сауықтар мен клоунның күлкілі әзіл ажуаларын қамтиды. Әдетте цирк ойын-сауығы алуан түрлі трюктер мен эксцентрикаға негізделген нөмірлерден тұрады. Еуропалық тарихқа сүйенсек, цирк өнерінің алғашқы пайда болуы ертеден келе жатқан тұрмыс салт жораларымен және ойын-сауықтарымен тығыз байланысты. Шығыста, соның ішінде Қытайда, ертедегі қол өнершілер ескен арқанның үзілмес беріктігін өзгелерге сендіру мақсатымен екі тіреудің ұшар басынан керіліп байланған сол арқанның үстімен өздері әрлі-бері жүріліп көрсеткен. Осыдан келе-келе дар ойыны туған. Кәсіби акробаттар ежелгі Грекия мен Римде, Қытай мен Византияда кеңінен белгілі болды. Орта ғасырларда кезбе артистер акробатикалық нөмірлерін қала мен ауыл алаңдарында көрсетіп отырды. 16 ғасырдан бастап Еуропада ат үстінде түрлі акробатикалық жаттығулар жасауға ден қойған арнаулы шабандоздар мектебі кең етек алды. Асауаттарды үйретіп ойын көрсету үшін арнайы манеждер салынды. Осы талқылеттес амфитеатрларды 1764 жылы Мәскеуде және 1765 жылы Санкт-Петербургте ағылшын шабандозы Бейтс тұрғызды. Ал Астли 1770 жылы Лондон қаласында ат ойынын көрсететін шабандоздар мектебін ұйымдастырды. Ол 1780 жылы дүние жүзінде тұңғыш рет шабандоздардың, акробаттардың және жабайы аңдарды үйретуші машықтандырушылардың тұрақты ойын-сауық көрсетуіне арнап цирк ғимаратын тұрғызды. Армысыз құрметті көрермен, күнтізбеде тамыздың 4-ші жұлдызы. Бүгінгі күннің атаулы оқиғаларын бізбен бірге біліңіз. Ақшта бүгін жағалау күзеті күні аталып өтеді. Бұл мереке жағалау күзеті қызметкерлеріне арналған. Олардың міндетіне кез келген теңіз аймағындағы азаматтар мен мүдделерді, оның ішінде ішкі суларды, Ақштың жағалауларын, сондай-ақ елдің өкілдіктері орналасқан халықаралық суларды қорғау жатады. Кук аралдарында бүгін Конституция күні аталып өтеді. Бұл мереке 1965 жылы өзін-өзі басқаратын мемлекеттік орган мәртебесіне ие болу мерейтойына орайластырылған. 4 тамызда әлемде болған тарихи оқиғаларды біле жүріңіз. 1693 жылы француз монахы Дом Периньон шампан әзірлеудің құпиясын ашты. 1912 жылы Ла-Манш арқылы алғашқы жолаушылар рейсі жасалды. 1777 жылы Лондонда әлемдегі ең алғашқы цирк ашылды. 1951 жылы Ленинградтағы Финлянд вокзалынан алғашқы электр пойызы сапарға шықты. 1914 жылы Ұлыбритания Германияға соғыс жариялады.
4 тамызда Қазақстанда болған тарихи оқиғалардың легіне назар аударайық. 1974 жылы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы КСРО-ның мемлекеттік сыйлығына ие болды. 2003 жылы Қазақстан астанасындағы республикалық клиникалық ауруханада әлемде алғаш рет жұлынның жүйке жасушаларын трансплантациялау операциясы жасалды. 2010 жылы Алматыда қазақстандық режиссер Талғат Теменовтың «Менің күнәһар періштем» жаңа романтикалық фильмінің түсірілімі басталды. 4 тамызда дүниеге келген танымал тұлғалар туралы деректерге кезек берейік. 1901 жылы көрнекті америкалық джаз музыканты, джаз тобының лидері, композитор Луи Армстронг дүниеге келді. 1955 жылы америкалық актер Билли Торнтон туылды. 1961 жылы ақш-тың 44-ші президенті Барак Обама туылды. 1970 жылы рок-музыкант Агата Кристи Ресей рок тобының мүшесі Глеб Самойлов дүниеге келді. 1977 жылы Мәскеуде көрерменнің көзайымына айналған актриса Мария Куликова өмірге келді. 4 тамызда Қазақстанда кімдер туылды? 1918 жылы жазушы аудармашы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ислам Жарылғапов дүниеге келді. 1946 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм акционерлік қоғамы актрисасы, Нұрғиса Тілендиев атындағы халықаралық қоғамдық қордың президенті, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген әртісі Дариға Тілендиева дүниеге келді. 1949 жылы жазушы, филология ғылымының докторы, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Құнапия Алпысбаев өмірге келді. Құрметті көрермен, келесі эфирде жүздескенше күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, эфирде Сәлем Маңғыстау таңғы хабары, біз әрі қарай жалғастырамыз. Ерте тұрған жігіттің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Кез келген адам таңнан кешке дейін неғұрлым көп жұмыс атқарып, барлық нәрсеге бірдей үлгеріп, тиімді жұмыс жасағысы келеді. Әрине, ол үшін адам ең алдымен өзінің физикалық және интеллектуалды қабілетін білуі шарт. Адам сағат сайын өзгереді. Осыған орай біз сіздерге адамның бір күнде қандай қалыпта болатыны туралы мәлімет айтпақпыз. Таңғы сағат 6 мен 7 адамның ұзақ есте сақтау қабілеті белсенді түрде жұмыс жасайды. Осы кезде қабылданған барлық ақпарат есте жақсы сақталады. Ал 8 мен 9 логикалық ойлаудың іске қосылған кезі. Кез келген істі талқыға салып, тиімді шешім шығаруға қолайлы уақыт. Сағат 9 мен 10 статистикалық жұмыстары мен ақпарат жинау процесіне ыңғайлы кезең. Әдетте бұл уақытта адам есеп-қисапқа қабілетті келеді. Ал сағат 11 мен 12 адамның интеллектуалды қабілеті межесінен төмен қалыпта жұмыс атқара бастайды. Назардың барлығын сүйікті іске арнаған жөн. Мысалы, музыка тыңдау, серуендеу, тағы басқалары. Ал сағат 12 мен түскі 2 түстенуге арналған уақыт, бұл уақытта ішкен ас денеге жақсы сіңеді, адамның көңіл күйі жоғарылайды. Сағат 2 мен 6 жоғары деңгейде жұмыс істеуге қолайлы уақыт. Одан кейін адам өзін шектен тыс артық жұмыс жасауға мәжбүрлейді, адамды ұйқы басады. Ал сағат 6 мен 9-дың аралығы күні бойы қимыл іс-әрекеті есебінен адамның физикалық күші әлсіреп, жұмыс жасауға зауқы соқпайды. Алайда бұл уақыт аралығында адамның тәбеті ашылып, ауқаттанып алғаннан кейін күш-қуаты бойына қайта жинақталады. Көңілі көтеріліп, әзілге құмартады. Сағат 9 бен түнгі 11 аралығы адамның жүйке жүйесі мен дене бұлшық еті босаңсып, тынығуға алғы шарттар жасайды. Сағат 11 мен 1 аралығы күш-қуаттың қайта қалпына келу үрдісі. Бойдағы бүкіл жаман энергия жойылады, ол Қытай медицинасында ци, ал үнділерде йога тілімен прора деп аталады. Сағат 1 мен 3 адамның физикалық және эмоциялық күші қайта қалпына түсетін уақыт. Әлемде инновациялық технологиялар сәт сайын нарыққа шығып таңғалдыруда, тіптен кірпік қағып үлгермейсіз. Бүгінде сондай ерекше дизайнды технологиялармен таныс боласыздар. Жердің бетіне салынған үлкен зәулім үйлерді көріп жүрсіздер. Ал мынадай көлік болып жасалған зәулім үйлерді көріп пе едіңіз? Қараңызшы, қандай әдемілік. Адам баласының өмір сүру үшін барлық жағдай жасалған. Баспанадан ешқандай кемшілігі жоқ. Ас үй, сондай-ақ қонақ бөлмесі мен жатын бөлмелері бар. Тіптен кір жуғыш машина мен жуылған киімді кептіретін құрылғыға дейін орнатылған. Бұндай жайлылықта өмір сүру үшін қалтаңызда $464 мың болуы қажет.
Контракоч Магна. Бұл да 4 дөңгелегі бар қозғалмалы зәулім үй. Құны $495,000. Ерекше салонды автобус ең жоғарғы люкс деңгейлі. Салон іші грек жаңғақ ағашынан жасалған. Мұнда да барлық бөлмелер бар. Автобустың шатырында күн панелдері орналасқан. Ішіндегі жарық шамдары күн энергиясымен жұмыс жасап тұр. Қозғалтқыштың күші 600 ат күшіне тең. Демек, автобус тегіс емес жолдарда ойлы қырлы жерлермен еш қиындықсыз жүріп өте алады. Unicode Америка. Алып фургонды көлік. Сыртқы дизайнына қарасаңыз, ішінде жайлы үй бар деп мүлдем ойламайсыз. Өте қарапайым. Ал ішіне кірсеңіз, таңғаласыз. Барлық жағдай жасалған. Ас бөлмесі және жатын бөлмесімен жұмыс жасауға арналған кеңістік бар. Кез келген ылас суды тазалайтын құрылғысы да орналасқан. Су мынадай алып ыдысқа жиналады. Ол 3018 шақырым жол жүрген кезде сізге жетеді. Құны $500,000. Бүгінге осы әлемдегі инновациялық жаңалықтардан құр қалғыңыз келмесе, инновейшнды өткізіп алмаңыз. Жаздың жайма шуақ ақ таңында жүздескен көрермен таң нұрлы болсын. Көптеген адам таңғасын ішпестен оқуына, жұмысына асығып кетіп қалады. Бірі тәбетім жоқ десе, бірі уақыттың аздығын айтып ақталады. Таңғас туралы осыдан өзге сан түрлі пікір де бар. Таңғас ішпесем арықтаймын деп ойлайтын адамдар баршылық. Негізінде таңертең тамақтанбасаңыз, түскі ас уақытында 2 есе тамақтанатын боласыз. Демек, калория саны да көбейеді. Сондай-ақ ботқа нан жесем семіріп кетемін дегенде пікір бар, ал шындығында жарма неғұрлым ірі болса, соғұрлым пайдалы. Оның құрамында протеин, Б тобының дәрумендері, кальций, темір мен талшық мол. Сұлы ботқасы холестерин деңгейін төмендететіндіктен ең пайдалы тағам саналады. Ал таңғы асты дайындауға уақыт кетеді деген сылтау тағы бар, бірақ таңғы асты нан, сүтті тағам мен жармадан тез арада дайындауға болады. Сұлыны 1 стақан сүтпен араластырып, немесе дайын йогуртты жеп жұмысқа кете беруіңізге болады. Қайырлы таң, құрметті Маңғыстау телеарнасының көрермендері. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мен Жансая Фархатқызы, 7 жылдық тәжірибесі бар бас аспаздың осы Ақтау қаласында жалпы выездной повар болып, осындай кулинария цехта жұмыс жасаймыз. Бүкіл той томалақтарға выездной болып қызмет атқарамыз. Осы өзіміздің қазір біздің хит болып жүрген нандарымыздың 2 түрлі нұсқасын сіздерге жасап, бұл жерде көрсететін боламын. Құрметті көрермендер, қазір біз сіздермен француздық багет нанын жасайтын боламыз. Бұл өте жеңіл, ешқандай артық қоспасыз үйдегі бар заттан жасалатын багет нанның калькуляциясымен қалай жасалу жолын сіздерге қазір көрсетіп бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 30 грамм май, кәдімгі 82%. 25 грамм сухой дрожжи емес ашытқы қажет болады. Ең алдымен тұзымызды саламыз. 30 грамм шекер саламыз. Ендігі кезекте 550 грамм бөлме температурасындағы жылы су құямыз. Барлық қоспамызды жақсылап араластырамыз. Барлық қоспамызды араластырған соң үстіне дрожжимізді саламыз. Жақсылап араластырып, етімен растойлыге қоямыз. Енді осының үстіне 550 грамм ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды елейміз. Осындай сүйіп, әдемі қамыр шықты бізде. Осылай ауа өтпейтіндей жақсылап нанымыздың бетін жауып, 25 минутқа бөлме температурасына жылы жерге қоятын боламыз.
Ал құрметті көрермендер, ендігі біздің кезекті нанымыз, бұл бізде ыржамай қара нан. Қазір соған қамыр ашытатын боламыз. Бұл да өте денсаулықтарымызға пайдалы. Қазіргі таңда таптырмайтын дәмді нандардың бірін үйден жасап, үй жағдайында жасауларыңызға мүмкіндік бар. Бірінші бізге тұз қажет болады. 20 грамм тұз, 40 грамм құмшекер, және де бізге 100 грамм осындай солод қажет болады. Бұл бізде қара нанға қосылатын өзінің приправасы. Ең алдымен тұзымызды саламыз. Тұздың үстіне құмшекерімізді саламыз, 40 грамм. Және де солод приправамызды саламыз. Барлық қоспаларымызды салып болды, үстіне суымызды құйып, енді жақсылап араластыратын боламыз. Біздің солодымыз жақсылап еру керек. Және де бұл бізде 2 минут осылай тұру керек соның ішінде жүріп. Енді барлық қоспамызды салып, жақсылап араластырып, солодты 2 минут расстойкаға қойғаннан кейін үстіне 20 грамм дрожжымызды салып, осының үстіне 550 грамм ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Осындай керемет қамыр шықты бізде. Қараңыздар, кәдімгі сіздер күнделікті дүкеннен сатып алып жүрген ыржаны қара нанды осылай үй жағдайында үйде пісіруге де болады. Барлығын калькуляциямен айтылған ингредиенттерді қосып жасайтын болсаңыздар, сіздерге керемет нан шығатын болады. Нанымыз дайын болды, илеп болдық. Енді осының бетін пищевоймен жауып, бөлме температурасында 20 минут, 25 минутқа қоямыз. Ауа өтпейтіндей жақсылап бетін жабатын боласыздар. Ал құрметті көрермен, біздің багет нанымыздың қамыры ашып дайын тұр. Енді ұнымызды сеуіп аламыз. Багет нанымызды 350 граммнан бөліп аламыз. Нанымызды жақсылап ұрып, ішіндегі ауасын шығарамыз. Формасын жасап алдық. Сондай нәзік керемет нан шықты бізде. Осыны алып, есікке төсеміз. Осы батондарымызды пісіріп, отбасыларыңызбен бірге таңғы ас ішсеңіздер, сармай жағып, кәдімгі французский багет, французский батон нандар шығады бізде қазір. Дәмі де өте керемет болады. Нанымызды осылай жасап болғаннан кейін 10 минут расстойкаға қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Құрметті көрермен, біздің батон нандарымыз расстойкаде тұр. Олар көтерілгенше қара нанымыздың формасын жасап шығаратын боламыз. Мінекей, осындай керемет қара нан шықты бізде.
Өздеріңіздің фантазияларыңызбен әртүрлі үлгідегі нандарыңызды жасасаңыздар болады. Мен қазір сіздерге бір-екі үлгісін көрсететін боламын. Обычный нанды декоративті түрде, креативный нан осылай ұсынамыз. Багет нанымыз 10 минут расстойкада тұрды. Енді бұның бетін әдемілеп әрлейміз. Ол үшін бізге осындай ұн керек болады. Ұнды жақсылап осылай сеуіп шығамыз. Багет нандарымыздың бетіне осындай лезвиемен форма салатын боламыз. Енді мына жерде қара нандарымыздың да беттерін әдемілеп әрлеп шығатын боламыз. Әрине, егер сіздерге ұн себу ұнамаса, сеппесеңіздер де болады. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сепсеңіздер де болады. Бұл қара нандарымызды да осылай әдемілеп өз қиялдарымызбен нандарымыздың бетіне жақсылап жұмыртқамызды жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болды. Енді бетіне осындай ақ күнжітпен қара күнжітті араластырып, әдемілеп сеуіп шығамыз. Нанымыз расстойкадан тұрды, бетіне жұмыртқасы жағылды, күнжіті себілді. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Таңғы уақыты болсын, қымбатты көрермен, эфирде сәлем Маңғыстау таңғы хабары. Кез келген саяхатқа шықпас бұрын денсаулығыңыздың жағдайы, баруға жоспарланған елдің климатына, тамақтану үрдісіне, мәдени демалысының ерекшеліктеріне және жұқпалы аурулардың алдын алу үшін дәрі-дәрмектерді қабылдауға, профилактикалық егулер жүргізуге қаншалықты мүмкіндік беретінін ойластырған жөн. Ол үшін мұқият тексеруден өтіп, дәрігердің қорытындысын алуыңыз керек. Созылмалы аурулары бар науқастар, жүкті әйелдер және жас балалары бар адамдар дәрігердің ұсынымдарына ерекше назар аударуы керек. Саяхатқа шықпас бұрын жаднамамен танысу үшін туристік фирмадан міндетті түрде нұсқаулықтан өтуіңіз қажет. Алғашқы көмек қобдишасы жаныңызда болсын, ол жеңіл ауруларға көмектеседі, дәрі-дәрмекті іздеуге уақытты үнемдейді және шет тіліндегі қарым-қатынаста проблемалар болдырмайды. Армардақтағы ағайын, бүгін біз балалар арасындағы көз аурулары жөнінде айтатын боламыз. Бұл аурулардың белгілері, емделу жолдары және алдын алу шаралары жөнінде айтатын Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасының офтальмолог дәрігері Дикаева Әселі. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Енді қош келдіңдер біздің ауруханаға. Осы көз аурулар мәселесі қазір өте күрделі. Әсіресе кішкентай балдар онлайн деп үйде отырып қалды. Сабақтары телефонда, компьютерда, өмірлері телефонда, компьютерда. Сондықтан сол көз аурулары балалар арасында көбейіп кетті осы күнге. Қазір өкінішке орай миопия минус дегені, соның өзі біздің Маңғыстау
өлкесінде 30%-ға өсіп кетті. Кішкентай дошкольного возраста дегендей осындай балдарда көбейіп кетті. Сосын түсініксіз жаңағы қазір ата-аналар көп шағым айтатын бұл өздігінен жылайды, балабақшадан алып келеді, сабақтың өзінен алып келеді, өздігінен жылап, көзім ауырды деп жылайды и аша алмай қалады. Сондай қазір осы соңғы күндері қатты көбейіп кетті. Соның бәрі осы гаджеттің, компьютердің кесірлері тиіп отқан. И сол қазір уже көзілдірік тағып жүрген балаларда уже көбейіп жатыр. Бұрын тек сирек кездесетін болса, қазір уже 5 баланың ішіндегі 4-еуі тағады, 1-еуі тақпай қалады. Умница. Енді очкимен тексеріп қарайық. Міндет түрінде очкимен тексерілу керек. Очкенің үстіне сол көзді жағамыз, Айнурочка. Умница, поехали. Ага. Умница. Уже шатасты. 80% жоқ. Өз очкеменен сол оң көз коррегирует тек 70%-ға. 30%-дан тек 70%-ға. Жаңа Гүлзада өзіңіз байқағаныңыздай, жаңағы очкеменен толықтай 100%-ық коррекция жоқ. Ол нені бізге білдіреді? Бұл очки толықтай көзге көмектесіп жатқан жоқ. Міндет түрінде балаларда үлкендерде мүмкін недокоррекция болуы допускается жаңағы. Осылай 70%-ға береміз, жарайды сізге. Бірақ алайда балдарда ешқашанда балдарда очкилері толықтай 100% коррекция болу керек. Себебі өсіп келетқан бала и очки арқылы біздер көзге көмектесеміз толықтай көруге. Ол көз уже кішкентай кезінен үйрену керек 100% көруге. Очки арқылы ол 100% көреді, сол арқылы миына сигнал барады. Толықтай анық көру керек екен. Енді Айнаучканың тексерек. Жаңа айтып өткенімдей, енді біздер Айнаучканың қаншалықты минусы, плюсы барын тексеруіміз керек. Ол үшін бізге көмекке специальный детский авторефрактометр деп аталатын аппарат бар бізде. Сол арқылы біздер қазір анықтаймыз. Айнаучка, очкеңді шеше қой. Светті сөндіру керек. Свет сөндіру. Екі брат. Рахмет. Алды бұрын аппаратқа жүгінбес бұрын біздер специальный стетоскопический линейкамен зеркальный офтальмоскоп зеркальный-офтальмоскоппен міндет түрінде любой бала осмотрға келген кезде зеркальный-офтальмоскоппен көздің түбін қарауымыз керек. Себебі төмен көру қабілеті, қылилығы, осы жаңа алдында келіп айтқан шағымдарының кесірі көздің түбінің артында жасырынып тұрады. Өзіңіз қарап тұрғандай, Айнаучкада былай бетіне қарағанда ештеме жоқ. Сол себепте офтальмоскопический, зеркальный офтальмоскоппенен түбін қарау міндетті. Ол үшін зеркальный офтальмоскоп и стетоскопический линейка. Стетоскопический линейка арқылы біз қосымша плюсы, минусы барын біз қарай аламыз. Линейканың екі түрі болады, минус и плюс. Сөйтсе біз екеуімен де тексереміз. Давай, Айнаучка. Ол үшін міндет түрінде бөлме қараңғы болу керек и жарық. Боковое освещение. Освещение менің көзіме түседі, бірақ мына зеркальный офтальмоскоп арқылы и линейка арқылы бұл жарық тіке көздің түбіне түсіреді. Поехали. Умница. Отмечается небольшой спазм сосудов. Так, давайте енді қосымша. Айнаучка, смайликке қараймыз. Қандай қызық аппарат. Жаңа дәл бүкіл аппарат менің сөздерімді дәлелдеді. Балада минусовая рефракция, у нее нет своей плюсовой рефракции, жаңа туылғаннан толықтай минустық рефракция, и жаңа атап өткенімдей қосымша
өзінің основной минусына қосымша минус кетіп жатыр. Чистая, прямая, миопическая, стигматика у нашей норочки. Вот. То, что мы линейками увидели, аппарат просто бірден осы аппаратпен қазір тексересіздер, иә? Бұрын қолмен линейкамен біз өзіңізге, көру үшін и диагностировать. Бірақ мен ата-анаға айта алмаймын. Мен линейкамен осыны көрдім. И бізге көмекке осындай аппараттар көмекке келіп отыр. Мен ата-анаға көрсете аламын. И қосымша мен бұл рефракцияны распечатка жасап, ата-ананың қолына ұстатам. И олар біліп жүреді. И бұл распечатка не үшін керек бізге? Мұндай балдар 6 ай сайын қаралып тұрады окулистке. И 6 айдан кейін біз қарауымыз керек. Қаншалықты өзгерді? Салыстырамыз. Бұл да бір ғылымның дамығаны шығар, иә? Иә, өте қуаныштымыз, конечно. Бұрын қаншама уақытты алып, жаңағыдай әріптерді көрсетіп, жаңа сіз бастағы көрсеткендей ұзақ уақытты алатын болса, бұл жай ғана 1-2 секундта алған сияқты. Бұл да бір керемет. Рахмет, Айнар, саған көп-көп. Мына аппаратымыз щелевая лампа деп аталады. Бұл аппарат арқылы көз ауруларының 70 или даже 80%-ын көре аламыз деуге болады. Себебі бұл кішкентай ғана микроскоп. Көздің бетіндегі өзгерістер, көздің ішіндегі тұрған инородное тело, жыртығын, бір нәрсе өсіп атқанын осы кішкентай микроскоп, щелевой лампа арқылы біз көре аламыз. Және де қосымша фундус линзалар болады, ол енді қазір отделениеде қалып қойды. Кішкентай көзге қойып, осы микроскоп арқылы көздің түбін толықтай қарай аламыз. Тереңірек дейсіз ғой. Тереңірек көздің нервісін, тамырларын, көздің түбіне қан құйылғанын біз анықтай аламыз. Пациенттің иегі қойылады, и маңдайы тиілу керек міндетті түрінде. Жарықты толықтай көздің ішіне направлять етеміз и қараймыз. Толықтай қабақтан бастаймыз. Қабақтары таза, ешқандай өзгерістер, қызарған, іріңдеген, бірдеме өскен нәрселер жоқ. Көздің, сосын қарашықтың өзі мөп-мөлдір таза, хрусталиктары. И көздің түбінен рефлекс очень живой. Рефлекс дегеніміз қарашық жарық апарған кезде үлкейіп күшейіп тұрады. Ол өте положительный ответ, қуантатын живой рефлекстің өзі көздің түбінде ешқандай өзгерісті жоқ деудің де белгісі. Көзі таза, ешнәрсе патологически тауып тұрған жоқпыз. И осындай щелевой лампа арқылы біздер көздің өзгерістерін анықтаймыз. Осындай кішкентай микроскоп арқылы. Қымбатты көрермен, сәлем Маңғыстау таңғы хабар ұжымы бүгінгі жұмысты осымен аяқтайды. Күндеріңіз берекелі өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.